Ассаляму-алейкум, қалайсыздар? Бүгін сіздермен үйдегі кез келген вареньеден жасалатын оңай пирог жасаймыз. Барлығының грамдарын описанияға жазып қоямын. Құрамына қосылатын заттар барлығының үйінен табылатынына мен сенімдімін. Өте оңай жасалады. Бірге дайындайық. Ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель қант қосып араластырып алып, комнаталық температурада тұрған сары майымызды алып, ұнымызбен біріктіріп аламыз. Достар, видеоны лайк баса кетіңіздер. Және де жаңа көптеген рецептерді жіберіп алмас үшін колокольчикті басып қойыңыз. Ұн мен майымызды біріктірген соң 2 жұмыртқа қосып араластырып аламыз. Тестамыз дайын болған соң жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Пирогты пісіретін ыдысымызды осылай майлап аламыз. Тестамызды 2 бөлікке бөлеміз. Бірі үлкен, бірі кішкентай. Үлкенде осылай жанынан бастап немесе ортасынан бастап өзіңізге қалай ыңғайлы солай жайсаңыз болады. Алдыңғы видеода сіздермен жент в шоколаде рецептімен бөліскен болатынмын. Соны көру үшін мына сілтемені басыңыз. Және де алдағы уақытта қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыз, комментарияға жаза кетіңіз. Тестамызды осылай бір келкетіп жайып аламыз да, үстіне кез келген вареньемізді саламыз. Менде бүгін алма вареньесі, джем қоссаңыздар да болады. Осылай вареньемізді бір келкетіп алып жағып аламыз да, жаңағы қалған тестамызды жайып, осылай сызықша етіп кесіп аламыз. Өзіңіздің фантазияңызбен қоюға болады мұнда. Әдемі етіп, формалармен кесіп қойсаңыз да болады. Қалғандарын қайттан жай жеріп, қайттан сызықша етіп, осылай қойып әдемілеп шығамыз. 180 градус духовкаға 30-40 минутқа салып қоямыз. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеомда кездескенше.